Бүгінгі тақырып тромбогенез. Тромбогенезден бастамас бұрын тромбоциттер не екенін түсініп алайық. Тромбоциттер сүйектің қысыл кемігінде мегакариоциттерден дамитын жасуша фрагменттері. Олар толық жасуша қатарына кірмейді. Тромбогенез екі сатыдан тұрады: біріншілік және екіншілік. Біріншілік тромбогенезді бүгін талдайтын боламыз. Бірінші сатыда эндотелийде орналасатын Weibel Palade body'дан фон Виллибранд факторы бөлініп шығады. Екінші саты ол субэндотелиалды коллагенге фон Виллибранд факторының байланысуы. Осы тұста фон Виллибранд факторына тромбоциттер GP1B рецепторы арқылы байланысады. Байланысқан тромбоцит өзінің пішінін өзгертеді. Оны біз конформация деп атаймыз. Конформацияға ұшыраған тромбоцит өзінен ADP және кальцийді бөле бастайды. Соған қоса тромбоксан А2 бөлінеді. ADP ол келесі тромбоциттерді бұзылған қан тамырына шақыра бастайды. ADP келесі тромбоциттің P2Y12 рецепторына байланысады. ADP кальций және тромбоксан А2 бөлінеді. Кальций коагуляциялық каскадқа қатысады. Тромбоксан А2 қан тамырын констрикцияға ұшыратады, яғни жиырылады. Ал ADP келесі тромбоциттерді бұзылған қан тамырына шақырады. ADP өз рецептормен байланысқан тұста төртінші фаза жалғасады. Төртінші фаза, активация фазасы, ол GP2B3A рецепторын сыртқа шығарады. P2B3A рецепторы фибриноген арқылы келесі тромбоцитпен байланысады. Бізде бұл агрегация фазасы деп аталады. Біз білетін антиагреганттар осы сатыға әсер етеді. Бесінші фаза кезінде тромбоксан А2 активті түрде бөліне бастайды. Ол қан тамырының жиырылуына қатысады. Бесінші фазада бізде қан тамыры толық бітеліп қалмау керек. Сол бір әрекетті ұстап тұру үшін бізде проагрегация мен антиагрегация факторларын баланста ұстау керек. Проагрегация факторларына тромбоксан А2-ның бөлінуі, қанның ағуының баяулауы және тромбоцит агрегациясының күшеюі жатады. Антиагрегациялық фактор кезінде простагландин 2 мен оксид азотының бөлінуі, қанның ағуының жоғарылауы және тромбоцит агрегациясының төмендеуі жатады. Осы баланстың ұсталуы қан тамырының бітелуінің алдын алады. Қорытындылайтын болсақ, бүгінгі тақырыпта тромбогенездің, яғни біріншілік гемостатикалық фаза айтылды. Ол 5 сатыдан тұрады және 5-ші фазадан кейін екіншілік гемостазға жалғасады.